Қазіргі пенсионер, бұрынғы жоғарғы санаттағы дәрігер Бибісара Өтеген қонаққа келді. Бибісара Өтеген, мен сізден сұрайын деп едім, осы өнімнің ішіндегі составтары. Көп адам сұрайды осы менен, қазақшасын айтып бере аласыз ба? Жақсы, рахмет Талия. Өте орынды сұрақ. Маған да көптеген осындай сұрақтар келіп жатады. Бұл біздің қолымызда тұрған бұл дәрумендердің жиынтығы. Айта кетейін, бұл дәрі емес, дәрумендердің жиынтығы елев-8 және акселер-8 деп аталады. Бұның құрамын алып қарайтын болсақ, бұның құрамында кәдуәлі өзіміздің күнделікті жеп жүрген жем-шелектер және саңырауқұлақтар адамға күш береді, әл береді. Біз егер өзіміз күнделікті тамақ ішетін болсақ, қалай тамақ ішеміз? Біздің ағзамыздағы клеткаларымыз, жасушаларымыз дейміз ғой, соларды қоректендіреді. Сөйтіп, адам ағзасындағы зат алмасу процесін бір қалыпқа келтіреді. Екіншіден, иммунитетті көтереді. Зат алмасу процесі бір қалыпқа келгеннен кейін, біздің бүкіл органдарымыз, системаларымыз өзінің жұмысын, қызметін бастай береді. Бұл дәрі емес. Кейбіреулер сұрап жатады, неге маған результат болмай жатыр? Ол результат біреуге 2 айда болады, біреуге 3 айда болады. Ол сіздің организміңіз қаншалықты ластанған, соған байланысты. Біреуге 1 айда болады, біреуге 2 айда болады, біреуге 6 айда келеді, нәтиже біреуге 1 жылда келеді. Сондықтан да бұл тамақ 21 ғасырдың өнімі, дұрыс тамақтану, елев-8 бұл таңертеңгі тамақ дейміз. Акселер-8 болатын болса, ол кешкі тамақ деп есептелінеді. Жатар алдында жарты сағат бұрын ішіп аламыз. Біріншіден бұл қан тамырларын тазартады, екіншіден асқазан, бауыр, өт жолдарын тазартып, жұмысын бір қалыпқа келтіреді. Сонымен бірге ұйқы гормонсына дейміз ғой. Сондай гормонды бөліп шығарады. Ұйқы таңертең тұрған кезде сәбидің ұйқысында ұйқың тынығып, бүкіл нервный системаның бәрі тынығып, таңертең келесі күнге сенің организміңді дайындайды. Рахмет сізге. Көптен бері осы халықтың сұрағын ойладым. Рахмет. Құрметті достар, сондықтан да бәріңізді осы өнімді ішуге шақырамын.